Достар, бәріңізге сәлем. Бүгін сіздерге балықтың қуырылуын көрсететін боламын. Өте оңай, тез арада қуырылады. Сіз де осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Біздің каналға осы подписаться кнопкасын және қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен балықтарды осылай жақсылап турап, жуып аламыз да үстіне тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, жақсылап отырып тұздап аламыз. Осы тұз бұрыштары сіңіп жақсы дәмді болу үшін 15-20 минутқа қалдырамыз. Сосын біз ұнға аунатамыз. Қуырардың алдында міне видеодағыдай екі жағын бірдей ұнға аунатып аламыз. Және майымызды қойып қоямыз қызы беру үшін. Біздің майымыз почти қызыды. Ұнға аунатып алдым. Енді біз екі жағын қызартып қуыратын боламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай өте тез арада балықтарымыз дайын болып жатыр. Екі жағы әдемі болып қызарғанша осылай қуырамыз. Міне біздің балықтарымыз екі жағда қызарып дайын болды. Дайын болған балығымызды осылай тарелкаға салып алып аламыз. Енді бізде бұны пісіру қалды. Видео ұнаса сіздер лайк басыңыздар, астына комментарий жазыңыздар. Білмейтін достарыңызға осы видеоны таратуға болады. Сәттілік сіздерге!